Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен номер 3 бөбекжайының музыка жетекшісі Сағынбаева Диана Баймұратқызы. Бүгінгі өтетін музыка іс-әрекетінің тақырыбы музыкалық аспаптардың құпиясы. Мақсаты балаларға музыкалық аспаптар туралы таныстыру, музыкалық аспаптардың дыбыстарымен және де ерекшеліктерін көрсету. Ойын іс-әрекеті арқылы текшелерді айналдыру арқылы музыкалық аспаптардың дыбыстарын QR код арқылы балаларға тыңдату. Сәлеметсіздер ме балалар? Жат шеңберге тұрамыз балалар? Жақсы! Олай болса, қазір бәріміз амандасу распевкасын жасайық. Жарайсыздар балалар. Олай болса, қазір барлығымыз мына кілемшеге келіп, шеңбер жасап, шаттық шеңберін жасайық. Келдер, қанекей балалар. Біз әр елдің қалай сәлемдесетінмен сәлемдесіп, солай би билейтін боламыз. Басынан қойсын. Қазір орнымызға жайғасамыз. Менің қолымда мынандай бір конверт бар. Бұл конверттің ішінде не бар екен? Маған қызықтап тұр. Қанекей бәріміз ашып көреміз бе? Жасырылған екен. Соны, егер де біз соны шешсек, сиқырлы әлемге тап болады екенбіз. Шешеміз ба жұмбақты? Қазір тілсіз болса да сөйлейді, жүрекке әсем күй береді, құлақ түрсең ән салады. Өзі бір ғажап аспап. Қандай аспап? Домбырамен аспап. Музыкалық аспап екен. Музыкалық аспап екен, я? Ал енді балалар, барлығымыз көзімізді жұмайықшы, қанекей. Көзімізді жұмамыз. Біз сиқырлы әлемге тап болыппыз. Онда мынандай бір сандықша тұр. Бұл сандықшаның ішінде не бар екен? Қандай қызықтар бар екен? Бірге ашып көреміз бе? Аштық сандықшаны. Қазір ішінде не бар екен көреміз. Бұл бізде халық әні Еркемай әні екен. Бұл бізде домбыра аспабы, я? Домбыра аспабы, қазір құрылысын сендерге қысқаша түсіндіріп өтейін. Бұл бізде домбыра аспабының шанағы, мойыны, құлағы, мынау екі ішегі, мынау бізде беті, мынау ойығы екен. Жетіген аспабы. Жетіген аспабы бізде ішекті аспаптар тобына жатады. Жетіген аспабының бізде ағаштан жасалады. Жеті ішегі болады және мына жерде көріп тұрғандарындай балалар. Бізде асықтар бейнеленген екен, асықтар тұрады. Ал егер де қазіргі соңғы жаңашыл жетігендерде асықтың орнына тек қана тектер тұрады екен. Ал мына жетігенде бізде асықтар тұр. Жеті шек, жеті асық тұрады екен. Аспаптар мажор және минор болып екі түрге бөлінеді екен. Мажор деген көңілді, ойнақы, жылдам билеуге келетін әндер екен, күйлер екен. Ал бізде минор деген мұңды, көңілсіз, қайғылы, сондай мұңды білдіреді екен. Ал бізде жетіген аспабының дыбысы қандай екен? Бұл бізде мұңды, я? Бұл бізде, яғни, минор болады. Ал енді келесі аспабымызды көрейік. Бұл бізде дауылпаз аспабы. Бұл дауылпаз аспабы бізде ұрмалы аспаптар тобына жатады. Себебі дауылпаз аспабын ойнаған кезде біз ұрып ойнайды екенбіз. Ұрып ойналатын аспаптардың тобына жатады. Дауылпаз аспабының беті малдың терісінен жасалады екен. Шуруя,
Аха. Ал енді келесі аспабымыз қандай екен? Көрейік. Келесі аспабымыз бізде қараңдар балалар. Сасырнай. Сасырнай аспабы. Сасырнай аспабы бізде үрлемелі аспаптарға жатады екен балалар. Үрлемелі аспап, яғни үрлеп ойналатын аспаптар. Сасырнай аспабында бізде бұл сасырнай сияқты көптеген үрлемелі аспаптар, мысалға труба, саксофон, флейта деген сияқты көп аспаптарымыз бар. Бірақ біз тек қана бір шамасына ғана бүгін тоқталып жатырмыз, я? Ал негізі музыкалық аспаптар өте көп екен. Көңілді билеуге келетін бе? Әлде мұңды ма? Мажор ма, минор ма? Мажор. Минор, дұрыс айтасыңдар, минор. Мұңды естіледі екен, я? Ал енді келесі біздің аспабымызды көреміз. Келесі аспабымыз біздің асатаяқ. Асатаяқ аспабы бізде шулы аспаптар тобына жатады. Бұл бізде ұрып ойналатын аспаптар, яғни біз сылдырлату арқылы ойнайды екенбіз, бейнеленген екен. Қазір мына текшені лақтырған кезде қай тұсы түседі, сол тұсына біз қандай аспап екенін айтамыз, ол аспап қалай ойналады, ол аспаптың әуені қандай, мұңды ма, көңілді ма, мажор ма, минор ма, соны айтатын боламыз. Мынау қандай аспап бізде? Жоқ. Дауылпаз. Дауылпаз аспабы. Дауылпаз аспабы бізде қандай аспаптар тобына жатады? Ұрмалы аспаптар. Ұрып ойналатын, я? Шулы дыбыс шығарады дауылпаз аспабы. Мына жерде қарасаңдар балалар, бізде QR код берілген. Осы QR код арқылы біз телефонымызды